Al, armısız kazan geldi. Benim atım Abza. Benim atım Abza. Benim atım Abza Şagabay. Benim atım Abza Şagabay. Benim Instagram'ım. Yazılıp koyacağım. Benim kanalım. Жаңадан ашылып жатқан сіздер үшін. Мен бүгін сіздер үшін жаңадан Toyota Sienna автокөлігін кішкене ғана обзор жасап өтейін деген мақсатпен Toyota Центр орталығына келіп отырмын. Центр орталығы Бейрич Бруклин районында ауданында орналасқан. Бұл жақта жұмыс жасайды. Мына Toyota жаңадан шыққан, қазір енді 20-шы болғанымен бұл негізі кузов. Бұл Toyotаның кузовы 2021 деп аталады, бірақ алдын ала сатып алуға келіп қойды. Қазір бұл машинаны, бұл автокөлікті негізі как пирожки дейді ғой, кәдімгі дүкеннен нан алғандай кетіп жатыр дейді. Алдын ала pre-order жасай, алдын ала арыз беріп қойып, автокөлік келген кезде қожайындары сатушылар келіп алып кетіп жатыр екен. Енді бұл автокөліктің мотор жайлы айтатын болсақ, лошадиный сила, ана мынандай басқыштар қойып қойын, көп адамдар бұл негізі қызық емес, білмейді, бұл түсінсе келмейді адамдар. Бұның 4 цилиндрлы 2.5 объемды моторы бар. Екінші мотор бұл EV, гибрид, электрический мотор. Ал егер кузовына қарайтын болса, өте әдемі, шыны керек, әдемі, биік орналасқан. Біз тест-драйв жасап көрдік. Ол тест-драйвты жалпы орыс тілінде көріп болсаңыздар, менің екінші өзім каналым бар, ол орыс тілінде. Осы мына видеоның астында, в описании дейді ғой, астында сілтеме, сол сілтеме арқылы сіз менің орыс каналыма өтіп, осы видеоны көрсеңіз болады. Ал енді тест-драйв жасаған кезде бұл өте маған қатты ұнады. Бұл мына XLE деген комплектациясы. Бұл айтатын болсақ, бұл көліктің бағасы 41.503 басталады. 41.503 қосымша налог сіз 8.87% налог сіз төлейсіз. Ол Нью-Йорктың налогы. Кейбір штаттар бар, Делавэр деген штат бар, Техас деген штат бар. Сіз ол жақтарда сіз қосымша налог төлемейсіз. Несие дейді ғой. Енді бұл көлік қазір өшіріліп тұр. Сізге көрсететіндей негізінде мына жақтан былай қолыңыз жүкке толы болса, баламен болсаңыз бүйтіп ашып отпай, мысалға алдыңыз, аяғыңызды былай жасадыңыз, есік өзі ашылады дегендей. Егер расход бензина дейді ғой, бензин жағын біз санайтын болсақ, 100 километрге микс қала және трасса, егер екеуін бірге санайтын болсаңыздар, расход 7,5-7 литр дейік, 7 литр бензин кетеді. Ал ішкі салон жағын айтатын болсақ, мынау консоль деп айтады, өте ыңғайлы. Наконец еді ғой, бірінші рет осындай шешімге келіп отыр. Енді Toyota премиум класс автокөлігі болмағанымен, негізінде мынау Sienna'ның өзі ішінде отырсаңыз, премиум автокөлігінде отырғандай боласыз. Бірінші, мынау консоль маған өте ыңғайлы, маған ұнайды. Негізінде Cadillac'ымда осындай болған, өте керемет. Мынау мод астына қойсаңыз, жылжытсаңыз, бұл жаңағы эконом режим, жоғары қойсаңыз спорт режим, немесе қаланың ішінде жүретін болсаңыз, EV дегенді бассаңыз, тек қана жаңағы электромоторда ғана жүреді. Ал енді мына консоль, енді мен айтатын болсам, негізінде мына экран аудиодан алынған сияқты, менің өзімше аудиодан алынғандай болып көрініп тұр. Бұлардың барлығында өзінде заводтан sunroof дейді. Орыс қазақшасын білмеймін, sunroof деп аталады. Осы ағылшын тілінде айта берейін, өзінің sunroof деп аталады. Ең простой комплектациясында осы sunroofпен келеді. Одан кейін рульді алатын болсаңыз, рульдің барлығы кожа,
Бұлақта ешқандай материал істеңкі жоқ, бәрі кожа. Ең қарапайым комплектациясына қарайтын болсаңыз, ең қарапайым общасы, қарапайым комплектациясына қарайтын болсаңыз, барлығында осындай кожамен жүреді. Ал егер тағы айтып кететін жағдай, мына автокөлікте 16 кап холдер бар. Мына жаққа сіз қоятын жаңағы шайыңыз бар, термосыңыз бар, 1, 2. Мына жаққа телефон қойып қойсаңыз болады. Мына жерге қойған телефон өте ыңғайлы. Қойып қойдыңыз, бұлай проводы жалғанып тұра береді. Мына 16 кап холдер. Мына жақта 2, мына жақта 2, арғы жақта 2, мына жақта 2, мына жерде 2, мына жерде 2. Сенге мына есте 2, үшінші қатарда 2, және мына жағында 2. Сонымен бәрін айтқан кезде 16 кап холдер бар. Одан кейін маған ұнағаны, мына консольді қараңыз, мына жақта бетінде. Өте ыңғайлы қылып істелінген, прям как Mercedes-тегідей қылып істелінген. Осының алдыңғы комплектациясында олар бәрін андай кнопочный етін, барабан етін, домалау, айналдырып несетін. Одан кейін подогрев сиденьялары бар, орындық жылытатын. Қосымша айтатын болсақ, адаптивный круиз-контроль дейді. То есть, адаптивный круиз-контроль дегеніңіз, мына көлікте жолда келе жатсыз. 60 км сағатымен келе жатсыз да, и круиз-контроль қойып қойасыз да, болды, аяғыңызды жібере салдыңыз, қолыңыз жібере салсаңыз болады. Өйткені біріншіден алдыңыздағы машина тоқтаса, сіздің сиенаңызды жайлап тоқтайды, жайлап жүреді. Қайтадан 60-қа көтерсе, бұл да 60-қа көтеріледі. Бұл адаптивный круиз-контроль деп аталады. Intelligent круиз-контроль ағылшынша айтқан кезде. Екіншіден сіздің, мысалы, Қазақстанда полоса бар ма жоқ, ол жағын білмедім. Екі жақтағы сызықтардан шығып кетпейді, ұстап отырады, бір орында ұстап отырады сізді. Егер шығып баратса, көлігіңіз қайтадан өз орнына тура қояды, өз жаңағы қатарына. Қосымша бұл айтып кететерлік, бұның өзінің автоматикалық дальный свет жағылады. Егер жолда келе жатсыз, алдыңызда машина жоқ болатын болса, автоматты түрде дальный жаңағы қатты жарығы жанады. High beam деп аталады ол. Одан кейін алдыңызда жаңағыдай машина, көлік, басқа да көліктері шығып қалса, онда сіздің дальный жарығыңыз қайтадан ближнейға ауысады. Маған ұнағаны бұл көлікте жеке жүргізушіге өзінің мына жақта несі бар. USB порты бар, осы жерде. Көрдіңіз, осы жерге қойдыңыз, созып жүрмейсіз. Одан кейін прикуриватель для сигарет дейді ғой, мұның астында. Одан кейін маған нағаны және осының алдыңғы сериясында қарайтын болсаңыз, оларда аварийка мына жағында болған. Ыңғайсыз да мына жаққа биттеп қолыңыз созып отыр. Ал мына жерде келе жатсыз да аварийканы бастыңыз, өшірдіңіз. Өте ыңғайлы, маған қатты ұнап отыр, маған жалпы ұнады мына сиена. Содан кейін ертең күні жолаушыңызға, мысалға алдына мына жаққа телефоны қойып қойса да болады, керек заттарын қойып қойса да өте ыңғайлы. Ал мына төменгі жақта қарайтын болсақ, мына консольдің астына қарасаңыз, мына жақта негізі пластмасса емес, резина. Өте ыңғайлы. Сіз iPad, әлде жаңағы MacBook-тарыңызды қойып қоятын болсаңыз, бұл жылжымайды. Бір орында тұрады, мысалға ше. Бір орында тұрады. Мына жақта жаңағы қандай прикуривателіміз мына жақта. Содан кейін мына ескі USB. Қазіргі 12-ші iPhone және жаңадан келген Samsung-тар ауысып отыр ғой, басқа USB технологиясына. USB порт жаңадан істеп қойған, алдына да ойластырып, өте керемет. Мына USB технологиямен сіздің телефоныңыз әлде қайда тез қуат алады. Және мына XLE комплектациясында сізге кілтпен толтырудың қажеті жоқ. Кілттіңіз сіздің қалтаңызда тұра береді. Қосымша мына тормозды басасыз да, powerды бассаңыз, сіздің машинаңыз, автокөлігіңіз деп отала келеді. Одан кейін сіз іште отырып, мысалға іште отырып, екінші артқа оң жақ, сол жақ есікті сіз батырма арқылы ашып жаба бересіз. Мына батырманы бассаңыз есік ашылады, мынаны бассаңыз жабылады. Содан кейін мына біреу енді sunroofқа арналған ашып жабатындай ғой. Ал енді екінші қатар, үшінші қатарға ауыссайық. Менің бойым 1,84 сантиметр. Қалай маған ыңғайлы ма, ыңғайлы емес па? Екінші және үшінші қатарда
қарап өтейік. Ал ағайын, мына қараңыздар, мына ағайын қол ұстағыш өте ыңғайлы істеген. Мына жақта істесеңіз, мына жақта бар. Ескі осының алдыңғы кузовында негізі мына жерде кішкентай ғана бірақ қол ұстағыш бар. Ал мына жақта екеуі өте ыңғайлы кішкентай балдарға немесе жас келген кісілерге мысалға ұстап түскенге ыңғайлы болады. Балдар үшін өте ыңғайлы істелінген. Одан кейін мына power door дейді, мысалға мына бүйтіп отырмай, мына жақта кнопка бастыңыз, есік ашылып жабылады. Мына жерде өзінің кнопкасы бар, батырмасы. Ал егер мына алдыға жылжытатын болсақ, қатты жылжытады. Жалпы маған екінші қатарда өте ыңғайлы, және екінші қатарда қосымша мына жерде батырмалар бар. Сіз осы батырмалар арқылы осы ауаны өзіңіз үшін ыңғайлы етіп өшіріп қосып дегендей сондай операцияларды жасай берсеңіз болады. Ал жалпы кожаның қайсының сапасы енді Мерседестерде емес, әрине Lexustағыдай емес, өйткені бұл люкс автокөлігіне саналмайды, жай ғана орта сатыдағы адамдарға арналған автокөлік. Бұна екінші қатар негізінде алынады. Қалай алынатынын көрсетпей. Ой, ербеген солай. Мына екінші қатарға car seat қоюға болады. Одан кейін үшінші қатарға көшетін болса, қазір көрсетеміз. Мынаны былай көтереміз және алдыға жылжытамыз. Ал үшінші қатарда міне басқа подголовничі осыны көтересіз. Мына жақта екі USB кабелі бар. Мына түзілу үшін ешқандай кнопкалар жоқ. Мына жақтаға көрдіңіз ғой. Бұлай сәлі тартасы да сәл-сәл ыңғайсыз дегенімен де. Осылай жатып отырасыз. Менің бойыма қарасаңыз, бұл маған өте ыңғайсыз. Үшінші қатар өйткені менің бойым ұзын. Мына артқа қатарда 1.75 жалпыда сол бой кішкентай адамдарға ыңғайлы сейісіп отырады. Енді жалпы мына тартып қоямыз. Мына жабу үшін. Міне. Максимумды тартып қоямыз. Жалпы аяғым сиіп отыр. Енді 2-3 сағаттық жерге маған ыңғайсыз болады. Өйткені бойыма тиісіп айтатын болса, маған 2-3 сағаттық жерде кішкене ыңғайсыздау болады. Ал жалпы 1 сағаттық жерге барып қайтуға болады. Ұйықтауға да болады, мама. Барынша жатқызып тастасаңыз, өйтіп жатып ұйықтап алуға болады. Аяғым тіреліп тұр. Бойы кішкентай 1.70-75 адамдарға жалпы жақсы кетеді, жақсы сияты болады ішіне. Ал бұны шығатын болсақ, мына ремені тартасыз, міне. Көрдіңіз бе? Ремені тартасыз да, шығып кетесіз. Және ең маңызды тағы да бір опшенс бар бұл көлікте. Blind spot деген болады. Мысалға, оң жақта келе жатырсыз, мертвая зона деп айтады ғой. Егер сіз қасыңызда машина келе жатса, онда blind spot чук жалпы айнаңызда жанатын болады. Ағайын, менің жалпы кішігірім жасаған видеомды көргендеріңізге көптеп мыңдан бар рахмет сіздерге. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Жалпы қандай сіздерге көлікті түсірген тағы да ұнайды. Негізінде сіз айтсаңыздар, мен келесі жолы Toyota Venza'ны түсірсем бе деп отырмын. Toyota Venza Қазақстанда бар жоғы мен әлі кеше білмеймін. Мына көліктің өзі әлі сіздерге пайда болған жоқ. Мен ол жағынан тура айтамын. Одан кейін мына Toyota Supra'ны қараңыздар. Осы Toyota Supra'ға обзор жасасам ба деген ойым келіп тұр. Енді ағайын, көп рахмет. Менің инстаграмыма жазып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болып жатса комментарийда жазыңыз. Және мен инстаграмда тікелей маған шығып, Америка жайлы, жалпы өзімнің өмірім жайлы посттар жазып және стористер түсіріп отырамын. Қосылыңыздар, жазылыңыздар, көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Жалпы амандықта жолға ағайын. Жақсы.